Мамандардың айтуынша, егер сіздің үйіңіздегі пакеттердің ішіндегі пакеттер таусылмайынша, сіздің үйіңізге әлі ешқандай дағдарыс келген жоқ. Сәлем достар, бұл қарапайым экономика. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз ипотека туралы болмақ. Кез келген адамға үш нәрсе керек: ақыл, қайрат және баспана. Ал Қазақстанда 2 миллион адамның баспана кезегіне тұрған есепке алатын болсақ, бүгінгі видеомыз барынша қызық болады деген үміттемін. Экономикада жалпы ішкі өнім деген нәрсе бар. Кез келген дұрыс елде жалпы ішкі өнім өсуі тиіс. Егер жалпы ішкі өнім нөлге жақын болса, ол елдің жағдайы онша емес деуге болады. Қазақстанның жалпы ішкі өніміндегі цифрлар көңілді онша қуантпайды. Осы мәселені жақсарту үшін шенеуніктер әрі ойланып, бері ойланып, ақыры бір шешімін табады. Бұл көп шешімнің бірі құрылыс ісін дамыту. Үкімет сан мыңдаған үйлерді сала алады, бірақ үкіметтің бюджеті серіктің қалтасы сияқты ақшаға тапшы. Сол үшін мемлекетіміз әртүрлі компанияларды, яғни баспана құрылысын мемлекет өз ақшасына емес, жеке компаниялардың арқасында дамыту керек. Құрылысшы компанияларды баспана салуға итермелеудің екі жолы бар. Біріншісі, құрылысшы компания тек қана үй салумен ғана шектелмей, сонымен қатар су, жарық, сондай-ақ газ тартумен айналысады. Ал осылардың бәрін қосатын болсақ, үй бағасы өте қымбат болады. Ал қымбат үйді алушылар да азаяды. Осы кезде үкімет көмекке келеді. Үкімет келеді де газды, суды, жарықты өз мойнына алады. Тиісінше үй бағасы арзандап, сатып алушылар да көбейеді. Екіншісі, ипотеканың пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау деп аталады. Мысалы, сен банкке барып үй алғың келетін айтасың, ал банк қызметкері саған ипотеканың пайыздық мөлшерлемесі 20%, ал ай сайынғы төлем 150 мың теңге дейді. Сен ойланып қаласың, себебі сенің әйелің екеуіңнің табысың 200 мың теңге. Тамақ, жүріс-тұрысқа жұмсайтын шығының 80 мың теңгені құрайды. Яғни, сенің ипотеканы көтеруге шамаң жетпейді. Бір сөзбен айтатын болсақ, бұл соманы қалтаң көтермейді. Ал мемлекет сенің жағдайыңды алдын ала сезіп білгендіктен банкке былай дейді: егер әлгі адам тағы келсе, ипотеканың пайыздық мөлшерлемесі 5%, ал айлық төлем 110 мың теңге деп айт. Ал айлық төлемнің қалған 40 мың теңгесін мен саған өзім беремін дейді. Яғни, ипотека жүйесі қысқаша айтқанда осылай жұмыс істейді. Бұл мемлекет үшін өте тиімді, себебі бір жағынан құрылыс сектор дамып жатыр, бір жағынан адамдар тұрғын үймен қамтамасыз етіліп жатыр. Қарапайым экономиканың бүгінгі саны осымен тәмам. Алдағы уақытта жақсы жаңалықтармен кездескенше сау болыңыздар.